Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Назарбаев зияткерлік мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Сарыева Анар Тойкеновна. Бүгін сіздердің назарларыңызға 2-ші сыныпта қазақ тілі және әдебиеті пәнінен менің отбасым және достарым ортақ тақырыбы аясында ұйымдастырған қалыптастырушы бағалау жұмыстарының жолын ұсынамын. Қалыптастырушы бағалау мұғалім мен оқушылардың арасындағы кері байланысты қамтамасыз ететін, оқу жетістігінің дамуына, өсуіне тікелей әсер ететін үдеріс болып табылады. Қалыптастырушы бағалау оқытудың ажырамас бір бөлігі болуы тиіс. Ол қосымша жаттығу немесе тестілеу жұмысы ретінде қарастырылмайды. Оқу бағдарламасындағы бөлімнің ортақ тақырыбының әрқайсысындағы оқу мақсаттары, күтілетін нәтижелері қалыптастырушы бағалаудың тәжірибелік мазмұнын анықтайды. Менің сынып оқушыларым тілге ену әдістемесі бойынша дәріс алатындықтан топқа бөлініп оқытылады. Қазақ тілі және әдебиеті пәнінде тыңдалым және айтылым бөлімі бойынша тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерді белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру мақсаты берілген. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін оқушыларыма менің отбасым және достарым ортақ тақырыбы аясында Мәдіхат Төрежановтың «Адал дос» әңгімесін тыңдалым материал ретінде ұсындым. Мұнда менің көздеген негізгі мақсатым білім алушылардың бойында тыңдалым дағдыларын дамыту болып табылды. Оқушыларға мәтін мазмұны бойынша қойылатын сұрақтар әртүрлі деңгейде болуы тиіс деп есептеймін. Сондықтан оқушыларға қойған сұрақтарымды бұлым бойынша құрып ұсындым. Осы жұмысты орындау барысында білім алушыларымның жауаптарын бағалау үшін көңілді смайлдарды қолдандым. Бағаламай тұрып, оқушыларды дескриптордармен таныстырдым. Осы жұмысты сіздердің назарларыңызға видео материал арқылы көрулеріңізді ұсынамын. Бүгін біз Мәдіхат Төрежановтың «Адал дос» әңгімесін тыңдаймыз. Алдымен біз әңгімені тыңдаймыз. Тыңдап болғаннан кейін тапсырманы орындаймыз. Бірақ тыңдау барысында сендерге қай сөз түсініксіз болса, сол сөзді ойда түртіп отырыңдар. Еске сақтаңдар. Олай болса тыңдаймыз. Екі дос көше бойымен жайбарақат әңгімелесіп келе жатты. Оның біреуі Ағылан, екіншісі Абыз. Абыздың денсаулығы нашар, көп жүгіре алмайтын еді. Бір үйдің жанынан өте бергенде дәу қара төбет арсылдап тура алдарынан шыға келді. Абыз, Ағылан, қаш, әмейін келіп қалды деп қатты қорқып айқайлап жіберді. Ағылан жерден бір шыбық алып итке қарсы ұмтылды. Ашулы ит Ағыланның шалбарынан бірнеше рет жұлқылап та үлгерді. Үлкендер келіп Ағыланды құтқарып алды. Абыз Ағыланның жанына келіп, мен қаш дегенде неге қашпадың? Қашып кеткенімізде шалбарымды бүйтіп ит жыртып тастамас еді, деп жатыр. Мен қашатын болсам, сен тұтылатын едің. Өйткені сен қатты жүгіре алмайсың ғой. Сені иттен қорғайын деп әдейі қалып қойдым, деді Ағылан. Достар деген осындай болады, деді олардың сөзін естіген үлкендер сүйсініп. Мен сендерге парақша тыңдап қойдым. Сол парақшаға қай сөз түсініксіз болды жазып қойыңдар. Содан. Sen canım, қай сөз? Төбет. Төбет. Hasan Ali? Сүйсініп. Сүйсініп. Қара төбет. Қара төбет. 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 Құм.
Тұтылып, иә? Алима? Қаратөбет. Сүйсініп. Қаратөбет. Ала, негізінен қаратөбет деген сөзді түсінбеген екенсіңдер. Төбет деген балалар. Ол асана білесің бе? Айта ғой. Үлкен ит төбет, оны атайды төбет. Дұрыс айтады. Үлкен итті бала төбет деп атайды. Және сүйсініп деген сөз бұл. Сүйсініп деген сондай рақаттанып қарайды, сүйсініп қарайды деген мағынада айтылған бұл жерде. Ал тұтылатын деген сөз кездескен. Тұтылатын мүмкін білетін шығарсыздар. Тұтылатын асана дейді. Қашап адам қашып кетеді балалар. Иә, бұл әңгімеде сондай мағынада беріп тұр. Тұтылатын деген қаша алмайтын едің, тұтылып қалатын едің деген мағынада беріп тұр. Тағы да басқа сөздер бар мұнда, қиын сөздер деп ойлаймын. Мүмкін сендер есте сақтамай қалған шығарсыңдар. Дегенмен түсіндіріп кетейін. Жайбарақат деген сөз кездескен болады. Қалай түсінесіңдер жайбарақат? Жайбарақат қалай түсінесіңдер? Жайбарақат ол доспен не істеу? Сен? Жайбарақат ол еркін жүру. Жайбарақат ол еркін ұстау, өзін жайбарақат жүру. Арсылдап деген сөзді қалай түсінесіңдер? Арсылдап деген Алима? Арсылдап бұл ит қатты өлгенде. Өлгенде арсылдап дауыс шығарғанда. Жұлқылап дегенді қалай түсінесіңдер? Жұлқылап Адия. Ол шалбарынан жұлқылап. Жұлқылап, сондай әрекет істеу, тарту дегенді мағынада. Ал адал деген сөзді қалай түсінесіңдер? Адал деген сөзді Алина. Адал ол адал деген сөз ол достар тастамайтын шын дос. Және өтірік айтпайтын. Өтірік айтпайтын. Яғни бұл адалды адами жеке тұлғалы қасиет, жақсы қасиет, адалды, шыншыл адамды, адал болған, ісіне адал, досына адал болатын адамдарды адалды қасиетіне ие дейді. Ол өте жақсы қасиет, шыншылдықты мезгілі ол, Олай болса қазір осы мәтінді, осы әңгімені қаншалықты мұқият тыңдағандарыңды анықтау үшін сұрақтарға жауап бересіңдер. Мен сендерге мына жерге сұрақты айтып қойдым. Уақыт беремін, сұрақтарыңды алыңдар да оқып шығыңдар. Танысыңдар. Ал, дайын болсаңдар, бірінші сұрақтан бастаймыз бала. Мен нөмірлер қойғанмын сұрақтарымды, бірінші сұрақтан бастаймыз. Және бірінші сұрақ сенде, сен толық жақсы жауап берген жауап қана жақсы бағаланады. Түсінді ма? Толық жауап берген, жақсы жауап берген. Оқи ғой. Дос балалардың аттары кім? Дос балалардың аттары Абыз бен Абылан. Бұлар өте жақсы. Жауабың өте дұрыс, әлі толық. Балалар қай жерде кие жатқан? Балалар көшенің жерде кие жатқан. Көшенің бойында. Көшенің бойында кие жатқан. Есте сақтадың, бірақ сөйлемді дұрыс айтуға жаттығады. Жақсы ма? Үшінші кімде сұрақ қойып айтыңыз. Абыз досына неге қаш деді? Абыз неге досына қаш деді? Абыз досына қаш дегені өткені оларды ит тістеу мүмкін деп қорықты. Өте жақсы, дұрыс айттың, әрі дұрыс, әлі толық жауап бердің. Төртінші сұрақ. Абылан неге қашпады? Абылан неге қашпады? Абылан ол қашпады, өйткені оның үшін досы, адал досы, жақын досы, оған өтірік айтпайды. Оны ит тістесе, мені де ит тістесін. Неге қашпады?
Өйткені олар адал достар. Абылан неге қашпады? Неге ол қашып кетпеді? Қаш дегенде. Абылан ол қашпады, өйткені абызды Не істеге сенді? тастағысы келмеді. Тастағысы келмеді. Жауапты толық, өте көп сөйлем айттың. Дұрыс айттың, иә, ойың дұрыс болды. Жақсы. 4-5 күнде оқы. Әңгімедегі ит қалай сипатталған? Ит үлкен қара төбе деп сипатталған. Өте мұқият тыңдағансың сен, Асанәлі. Әрі жауабың толық дұрыс болды. 6-шы сұрақ кімде? Әңгімені тыңдағанда қандай сезімде болдың? Мен әңгімені тыңдағанда қуанышты сезімде болдым. Неге? Өйткені достарымды қалдырған жоқ. Өздері адал болған, ешкімді ренжітпеген және Абылан абызды өзі жалғыз қалдырған жоқ. Жауабың толық, ойың өте дұрыс. Жақсы, мұқият тыңдаған екенін көріп тұр. Келесі сұрақ, 7-ші сұрақ кімде? Оқы. Достық туралы қандай нақыл сөз немесе мақал осы әңгімеге сәйкес келеді? Кәне еске түсірейік бала, мұқият. Нақыл сөз немесе мақал осыған дейін оқыған достық туралы мәтіндерде, өлеңдерде кездескен. Қайсысы сәйкес? Шын достар тек қиындықта не істейді? Шын достар тек қиындықта не істейді? Шын достар тек қиындықта сыналады. Сыналады деген бар. Қалай түсінесің, неге олай? Неге сәйкес келеді? Өйткені Абылан абызды тастап кетпеді, оны жалғыз қалдырмады. Жақсы. Негізінен нақыл сөзді есіне дұрыс түсіре алды. Мұқият болдың. Жақсы. Рахмет. Келесі оқы. Әңгіме неге адал дос деп аталған? Неге? Әңгіме адал дос деп аталған. Өйткені Арсен көмектесе ғой. Әңгіме адал дос аталған, өйткені ешкім қалдырған жоқ. Олар адал болған. Кім адал болды? Достығына? Достығына Қай бала адал болды? Абылан адал болды. Ол өз-өзін саған берген бұл сұрақтың жауабы толық болды сенің. Ал Алихан мұқият бол. Ойлап кішкене. Басында адал деген достың зерттеу жұмысы ретінде қарастырылмайды. Оқу бағдарламасындағы бөлімнің ортақ тақырыбының әрқайсысындағы оқу мақсаттары, күтілетін нәтижелері қалыптастырушы бағалаудың тәжірибелік мазмұнын анықтайды. Менің сынып оқушыларым тілге ену әдістемесі бойынша дәріс алатындықтан топқа бөлініп оқытылады. Қазақ тілі және әдебиеті пәнінде тыңдалым және айтылым бөлімі бойынша тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерді белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру мақсаты берілген. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін оқушыларыма менің отбасым және достарым ортақ тақырыбы аясында Мәдіхат Төрежановтың «Адал дос» әңгімесін тыңдалым материал ретінде ұсындым. Мұнда менің көздеген негізгі мақсатым. Ал енді балалар, қазір біз ю және я әрпінің жазылуын еске түсіреміз. Ол үшін ю және я әрпінің жазылу ережесін жақсылап тұрып еске түсіру керек. Мен сендерді ортаға шеңбер ойынын ойнауға шақырамын. Еске түсіріңдер ойын ережесін. Келе ойындырыңдар жерге. Мен сендерді қазір екі топқа бөлемін. Ішкі және сыртқы шеңберге еске түсіріңдер. Бірінші реттік нөмірі сенікі, біріншісің, екіншісің. Бірінші нөмірлер маған келе қойыңдар, бірінші нөмірлер, екінші нөмір артама тұра қойыңдар, бірінші нөмір маған келе қойыңдар, сендер ала қойыңдар, бір-бірінен сендер ішкі шеңберсіңдер. Ішкі шеңбер, тез бір-бірін ала қойыңдар. Тез. Ортаға тұра қойыңдар, тұра қойыңдар.
жазылады. Оның орнына я жазылады. Ю жазылады. Рахмет. Енді ішінде тұрған балалар, ішінде тұрған маған қолдарындағы нені беріңдер. Енді сендер сыртқа тұрасыңдар, сыртқа, ішке тұрады. Енді ішке тұратын баласы бері келіңдер. Енді ішке тұратын балалар әлі алмай тұратыңдар. Әлі тұратыңдар кішкене, бер қараңдар. Енді сендер сөздерді ала қойыңдар да, ордаға тұрағандар бір сөз алып. Ала ордаға. Тұрағандар. Ордаға тұраға тез ал. Тез ал. Бер бұл. Тоқта. Жазылады ю. Рахмет, балалар. Енді қолдарындағы сөздерді маған беріңдер. Орындарына қарап орналасыңдар. Балалар, ережені еске түсірдіңдер. Енді осы сөздерді дәптерлеріне жазасыңдар. Азат жолдан осы сөздерді тізбектеп жазып шығыңдар. Бірақ жоқ әріптің орнына жасыл сиямен әріпті қойып, жасыл сиямен белгілеп жазыңдар. Тапсырма түсінікті ме? Кірісеміз. Барлық сөздерді жазып шығамыз. Оқылым бөлім бойынша мәтінді дауыстап, дұрыс әрі түсініп оқу, рөлге бөліп, мәнерлеп оқу мақсаты қарастырылады. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін менің отбасым және достарым ортақ тақырып аясында құмырсқа ертегісін оқылым материалы ретінде алдым. Оқушыларымның жұмысын комментарий беріп бағаладым. Мұнда ескеретін жағдай, комментарий жақсы, дұрыс, жарайсың деген жеке сөздермен шектелмеген жөн. Берілген комментарий білім алушының оқу жетістігінің дамуына, өсуіне тікелей әсер ететіндей болғаны дұрыс. Назарларыңызға келесі видео материалды ұсынамын. Ал бала енді осы ертегіні рөлге бөліп оқый. Бірақ оқымай тұрып, мен сендерге мынаны ескерткім келеді. Оқу барысында мәнерлеп оқуды, дауысты ырғағын келтіріп оқуды, дауысты шығарып оқуды естеріңде ұстаңдар. Келістік па? Олай болса, ертегінің кейіпкерлерін еске түсіріп алайық. Ертегінің кейіпкерлері кім? Бұл ертегінің кейіпкерлері ол Ара. Ол Ара. Тағы да кім кейіпкері? Осы ертегінің кейіпкері? Осы ертегінің кейіпкері бұл елеулес досы. Елеулес достары бар. Тағы да кім? Бұл ертегінің кейіпкері Құмырсқа. Тағы да кім? Бұл ертегінің
Кейіпкері ол құмырсқа. Ол құмырсқа. Ал жақсы, еске түсірді. Ертегінің кейіпкерлері құмырсқа, ара, қоңыз, елеулес досы. Олай болса, рөлге бөлінейік. Бірақ есімізге түсірейік. Әңгімеде, мәтінде тағы да кейіпкерлерден басқа кімнің сөзі болады? Ертегіде тағы да автордың сөзі болады. Мәтіндерде, әңгімелерде автордың сөзі болады. Олай болса, автордың сөзі Адия, саған тапсырайық. Құмырсқа, Арсен өзің бола ғой. Ара, Санжана бола ғой. Қоңыз, Кемалина, елеулес досы, Арсен, Асанәлі сен бола ғой. Бастаймыз. Бір құмырсқа өз илеуіндегі тобынан бөлініп, сол маңдағы ара, қоңыз секілді жәндіктермен дос болыпты. Жем іздеп шыққан құмырсқа жол үстінен бір дән тауып алыпты. Жалғыз өзі әрі-бері әуреленіп, дәнді орнынан қозғалта алмапты. Сонан соң көмек сұрау үшін әлгі қанатты достарын іздейді. Бір уақытта гүлден гүлге қонып шырын жинап жүрген араға жолығады. Досым, бірден тауып алып едім. Жалғыз өзім көтере алмадым. Маған көмектесіп жіберші деп өтінеді. Көрмей тұрсың ба? Мен де жұмыс істеп жатырмын ғой, деп ара көнбей қойыпты. Құмырсқа әрі жүріп кетіпті. Ол енді қоңызды тауып алады. Ол мән-жайды айтып, көмек сұрапты. Сен үшін өз еңбегімді тоқтата алмаймын, деп қоңыз ызыңдап ұшып кете барады. Достарынан көмек болмаған құмырсқа мұңайып қайтып келе жатады. Жолда өзінің илеулестерімен ұшырасып қалады. Олар мұның түрін көріп, не істеп жүрсің? деп жөнін сұрайды. Жалғыз құмырсқа өзінің басынан кешкенін айтып береді. Жалғыздық деген сол деп илеулестері жұбатады да құмырсқаның дәнін көтерісіп бірге алып кетеді. Құмырсқа үйіріне қайта қосылады. Жақсы, Алина қоңыздың сөзін оқыды, қоңыздың рөлінде болды. Оқығанда мәнерлеп жақсы оқи алдың. Осы жолы сен сөздерді анық дұрыс оқи алдың. Жақсы, қате жібермей оқыдың. Жақсы, жарайсың. Арсен, өз сөзіңді, өз рөліңдегі сөздеріңді дұрыс таба білдің. Жаңылмадың, жақсы оқыдың. Арсен, Асанәлі, өз рөлінің сөзі келген кезде біраз кідіріс жасадың, саған көмектесті Санжаны, иә? Сондықтан мұқият болу керек. Өз сөзінің қай жерде оқу керек екен? Басқа балалардың оқығанын тыңдап отыру керек. Жақсы ма? Адия өз рөлін өте жақсы орындап шықты. Автордың сөздерін дауыс келтіріп, шапшаң, жақсы оқи алдың. Санжаны, сен де өте жақсы оқыдың, мәнерлеп оқыдың, дауысты жақсы шығарып оқыдың. Рахмет, жақсы. Құмырсқа ертегісі бойынша жұмыс келесі сабақта жалғасты. Енді оқушыларға ертегіні бөліктерге бөліп, жоспар құруды үйреттім. Мұнда жазылым бөлімі бойынша оқылған мәтінді мұғалім көмегімен бөліктерге бөліп, жоспар құру мақсаты бойынша жұмыс ұйымдастырдым. Оқушыларға жұптасып жұмыс жасауға мүмкіндік туғызып, комментарий бере отырып, түртіп алу арқылы бағаладым. Жүргізілген жұмысты сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Енді осы оқыған ертегінің жоспарын құрайық. Алдымен мәтін қандай бөліктерден тұратынын еске түсірейік. Мәтіннің басы болады. Тағы да қандай бөліктерден тұрады? мәтіннің негізгі бөлімі. Мәтіннің негізгі бөлімі болады. Және мәтіннің соңы болады. Мәтіннің соңы болады. Мәтін бойынша жоспар
естеріңнен сүйіп. Ол әр бөлімнің несін анықтау? Әр бөлімнің несін анықтау? Бөлімнің несін анықтау? Асанали? Бөлімнің несін анықтау? Бөлімнің ішіндегі несін анықтау? Арсен? Бөлімнің ішіндегі тақырыбын анықтау. Ол бөлімнің ішіндегі тақырыбын анықтау. Яғни, әр бөлімдегі не туралы айтылған? Оның тақырыбы не? Егер анықтай алатын болсақ, біз жоспар құрып, әр бөлімге тақырыбын жаза аламыз, бөлімнің тақырыбын. Солай біз жоспар құрай аламыз. Олай болса, жұптасып, ақылдасайық. Осы ертегінің, мәтіннің басына қандай тақырып қоюға болады? Ол жерде не туралы айтылған? Бірлесіп, ақылдасыңдар. Жақсы, олай болса сұрыстарым. Ал, Арсен? Құмырсқаның жаңа достарының табылуы. Неге? Өйткені ол өзінің тобынан бөлініп кетіп қалды. Және? Кімді тауып? Және қанатты достарын тауып алды. Жақсы. Өз елінен кетуі. Құмырсқа өз елеулес достарынан бөлінуі. Неге, Алихан? Өйткені ол Не істеді құмырсқа? Құмырсқа елеулес Достарына? Не істеді? бөлініп кетті. Бөлініп кетті, мұқият болып. Алихан. Құмырсқа өз елеуінен кетуі. Кетуі жақсы. Неге, Алина? Өйткені мәтінде Осы бөлімде. осы бөлімде құмырсқа өз елеуінен кетті. Кеткені туралы? Кеткені туралы жазылды. Жазылған жақсы. Сендердің сұрақтарың? Құмырсқаның өз елеуінен кетуі. Жақсы. Олай болса, балалар, біз осы ертегінің бірінші бөлімі, құмырсқаның өз елеуінен кетуі деп атай аламыз. Олай болса, негізгі бөлімінде не туралы айтылған тақырыбын анықтай қойыңдар, бір-бірімен ақылдасып анықтай қойыңдар. Жақсы. Жақсы, ал ұсыныстары екінші бөлімінің, негізгі бөлімінің тақырыбын анықтайық. Қалай атауға болады? Санжана? Құмырсқаның қоныс пен араның көмегін сұрауы. Жақсы, өте жақсы. Неге? өйткені ол жерден дәм тауып алып, өзі көтере алмады. Жақсы. Достар, құмырсқа өз достарына көмек сұрады. Сұрау, иә? Неге? Өйткені ол өзі бір дәнді көтере алмады. Жақсы. Құмырсқа өз достарына досы және олардан көмек сұрады. Сұрады, жақсы. Алихан? Я, не істеді достарына? Осы бөлімде не туралы айтылған? Тағы да айтылған, ол
сұрау. Яғни балалар біз осы бөлімді құмырсқаның өз достарынан көмек сұрауы деп атап қоялы екенбіз. Қандай достарынан? Қандай нақты айтамыз? Қандай достарынан? Ол қомыс пен ара. Ол қомыс пен ара. Құмырсқаның ара мен қомыздан көмек сұрауы. Олай болса, мәтіннің соңын анықтай қандай тақырып қойылып мәтіннің соңына құдасында бір-біріне. Жақсы, бері қараймыз балалар. Олай болса, Арсен. Санжана. Алихан, тыңдаймыз. Құмырсқаның илеуіне қайтуы. Өйткені ол өз илеуіндегі илеулес достарын тауып алып, олардан көмек сұрады. Солар балалар. Жақсы, Асқали. Құмырсқа илеуіне тағы қосылды. Қосылды, жақсы. Азия. Жасмин. Құмырсқа өз достарынан көмек сұрап, ара айтты жоқ. Ең соңғы бөлімінде. Не деп айтқан? Ең соңғы бөлімде не деп айтқан? Елена. Құмырсқа Не істеген ең соңында? Құмырсқа бір жем өзін апарды. Өз несіне апарды? Өзінің несіне апарды? Ең соңында осы илеуіне қайтты ма? Ең соңында, ертеңнің соңында. Өз достарынан қайтарып қосылды ма өз илеуіне? Яғни не деп айтуға болады бұл бөлімді? Бұл бөлімді достар құмырсқаға көмектесті. Өз илеуіндегі достары, иә? Иә. Көмегі. Жақсы. Жақсы. Алихан? Құмырсқаның өз тобына оралады. Жақсы, олай болса балалар, ертегі немен аяқталады? Елеулес досы құмырсқаға көмектесіп, жемді илеуге апарды. Сонымен құмырсқа өз тобына оралды. Яғни балалар, сендер ұсынғандай, соңғы бөлімді біз құмырсқаның илеуіне қайта қосылуы немесе оралуы деп атай аламыз. Жақсы. Олай болса, енді осы құрған жоспарымызды жазамыз. Жазамыз дәптерімізге бәріміз бірлесіп. Оқылым бөлімі бойынша мақал-мәтел, жұмбақ, ертегі, тұрмыс салт жырлары, әңгіме, өлеңнің жанрлық ерекшеліктерін анықтау мақсаты бойынша жұмысты ұйымдастыру үшін оқушыларыма жұбыңды тап ойынын ұсындым. Мұнда жұптың бір сыңарында жанрдың атауы, екіншісінде сол жанрда жазылған мәтін беріледі. Оқушылар жұптасып жұмысты орындай отырып, өзара оқытуға мүмкіндік алады.
жұмысты түртіп алу арқылы бағаладым. Осы жұмыстың ұйымдастырылуын келесі видео материалдан көре аласыздар. Балалар, алдымен ауыз әдебиетінің түрлерін қайталап алады. Бүгін мен сендерге ұсынатын тапсырма достық тақырыбына байланысты. Еске түсірейік. Оны еске түсіру үшін сендерге өз жүгіңді тап ойынын ұсынғым келеді. Төртеуін келе қойыңдар ортаға. Жылдам. Ала қойыңдар бір параша. Тезек. Ала қой. Келесі төртеуін келе қойыңдар. Сендер де бір тақшағандар. Енді әрқайсың өз жұптарыңды іздеп тауып алыңдар. Жылдам іздеп тауып ал. Іздеп тауып ал. Остановись, Егор. Ал, кішкене орын босар, Арсен. Ал, оқи қойыңдар, Арсен. Бізде ертегі. Баяғыда бір үлкен отбасы өмір сүріпті. Қалихан. Бізде өлең. Ұқсамайтын басқаға бар, бізде екі дос бала, екеуі де бір жаста, қылапы да қолдаста. Бізде жұмбақ. Қасымда ылғи табылады, жылағанда жұмбатады. Бізде мақал. 100 теңге болғанша 100 досың болсын. Өте жақсы. Барлық балалар өз жұбын дұрыс таба білдіңдер. Өте жақсы тапсырманың орындадыңдар. Рахмет. Әр мұғалім қалыптастырушы бағалауды өз тәжірибесі арқылы анықтайды. Оның нәтижесіне қатысты жауапкершілікті өз мойнына алады. Сондықтан 2-ші сыныпта қазақ тілі және әдебиеті пәні бойынша қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыруымды сіздерге көмек құралы ретінде ұсындым. Әр мұғалім өзінің кәсіби пайымдауына сүйене отырып, оқушылардың оқу мақсатына жету үшін тиімді тапсырмалар таңдап алуға, қалыптастырушы бағалауды өзгеше ұйымдастыруға еркіндігі бар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.